Аймақтағы бизнесті дамытуда баланс сақталу тиіс. Өркендеген кәсіп қоршаған орта мен халық денсаулығына зиянын тигізбеген абзал. Осы мақсатта сондай-ақ ұлттық өнімдердің сапасын арттыру үшін мемлекеттік стандарттар бекітілген. Айналымдағы әрбір тауар немесе қызмет түрі белгілі бір стандартқа сәйкес болуы міндетті. Сауда және интеграция министрлігі мен Атамекен кәсіпкерлер палатасы ұйымдастырған жиында осы мәселе көтерілді. Ел аумағында сатып алатын әр тауарда қызмет түрлерінде ұлттық стандарттар көрсетілуі қажет. Ол белгі көрсетілмесе халықаралық стандарт жазылуы керек. Екеуі де болмаса тауар немесе қызмет түрінің функционалдық, техникалық ерекшеліктері толық жазылуы тиіс. Қазір барлығы үшін осы талап міндеттелуде. Сондықтан дәл қазір отандық өнімдердің барлығында арнайы сертификаттардың бар жоғы тексеріліп жатыр. Бірақ бұл өз кезегінде кәсіпкерлердің мемлекеттік сатып алуларға қатысуына кедергі келтіретін көрінеді. Олардың сөзінше тендер ойнатылуы кезінде тапсырыс берушілер көбінде техниканың шетелдік тауардан болғанын қалайды. Осылайша сансыз сертификаттар жасатқан отандық кәсіпкерлер байқаудан сырт қалып, шетелдік өнімдер басым түседі екен. Бұған құзырлы органдардың да айтар уәжі бар. Егер кәсіпкердің жыл бойы сатып алатын тауар көлемі 1000 айлық көрсеткіштен аспайтын болса, техникалық құжаттамада қай елдің, қай өнеркәсіптің тауарын керек ететіндігін жазуға құқығы бар. Егер ол Samsung қаласа, Samsung'ты жазады. Toyota маркасы керек болса, Toyotаны белгілеуге құқығы бар. Бұл заңмен бекітілген. Мамандардың сөзінше бізде әзірге ұлттық және халықаралық стандарт базалары толық дайындалмаған. Оның барлығын тек интернетпен тексеру арқылы жүзеге асырылады. Осыған қарамастан бар аймақтарда техникалық ерекшеліктер бойынша кемшіліктер анықталған. Әзірге жиһаз өнеркәсібі және жеңіл өнеркәсіп тауарларының техникалық талаптары басқа тауарларға қарағанда өзгеше болып келеді. Алдағы уақытта бұл басқа салаларды да қамтитын болады. Ақсәуле Әбітай, Әбдіәзизхан, Jet News.